Марат пен Жомарт екеуі түйеде құрдас. Бала күнінен бірге ойнап өскен достар, әрі бір көше бойында тұратын көршілер. Жұптары ажырамасын деп, ата-аналары екеуін бір сыныпқа берді. Ата-ана дейміз-ау, Жомарттың ата-анам дегені нағашы ата-әжесі. Әкесін ес білгелі көрмеген. Анасы Ажар, әкесінен Жомарт 4-ке келгенде ажырасып, нағашы ата-әжесіне 3 жасар қарындасы Айнара және 2 жасар інісі Талант үшеуін тастап кеткен. Осы үйдің баласындай үшеуі де ес білгелі ата-әжесін әке-шешем деп өсті. Ажарды Ажар тәте дейтін. Ажар басқа қалада жұмыс жасап, демалыстарында келіп, киімдерін, кітаптарын әкеп беріп жүрді. Нағашы ата-әжесі Жақып пен Күләй балаларды еш бөлектемей айқара құшағын ашып қабылдады. Қатал тәрбиесін де берді, мейірімін де аямай төкті. Осылай балалық шақтары өте берді. Жомарт 2-ші сыныпта оқиды. Айнара 1-ші сыныпта, ал Талант балабақшада жүрген. Жомарт күнде досы Маратпен сабаққа барады, қайтады. Күләй бір күні түнде оянып кетіп еді. Қараңғыда қызы Айнараның аяқ жағында отырған Жомартты байқады. «Ей, не отырсың?» деп шошып кетіп, жарықты жақса, Жомарт ұйықтап жатқан Айнараның көрпесін ашып, табанын қыдықтап отыр екен. «Бар, орнына жат. 2-ші олай қайталама», деп ұрсып, бөлмесіне жіберді. Бірақ осылай тағы бір рет азанда көріп қалды. Көрпесінің аяқ жағын ашып, басын тығып қарап жатыр екен. Бұл жолы Күләй тағы да ешкімге айтпады. Сабақ болсын деп 1-2 рет түйгіштеп алды. Жылаған Жомарт енді олай етпеймін деді. Күләй шалына айтса, дабыра болып кетер деп, балалықпен істеп жүрген болар. Осы ұрғанымнан кейін қояр деп ойлады. Біраз уақыт өтті. Айнараны суға түсіріп жатыр еді. Душтың тесігінен сығалап қараған Жомартты байқаған Күләй бұл жолы шалына айтып, үйінде кенже ұлы, келіні бәрі қосылып, жиналысқа Жомартты салып, жер-жебіріне жетті. «Неге олай қарайсың?» десе, үндемейді. Айнарадан сұрады. «Сен не көрдің?» деді. Ол: «Жомарт көрпемді ашып жатқанда оянып кеттім да, не істеп жатсың деп едім, аяғыңды қыдықтап жатырмын деп айтты», деді. «Неге қыдықтайсың?» деп әкесі ұрсып еді. «Күлсін деп едім», дейді Жомарт. «Кім үйретті саған?» деп жан-жақтан сұрағандарға ешкім деуден танбады. Бір кезде кішкентай Талант: «Папа, Жомарт аға маған әпшуін көрсетіп, сүй деді, басымнан ұстап сүйгізді. Сосын тоңқай, Ғазиз сияқты жасайым саған деп менің түрсүйімді шешті» дегенде, бұл жаңалық бәріне ауыр тиді. Күләй ойбайлап сылқ етіп жерге отыра қалды. Жақып: «Өй, әкеңнің аузы майпалау» деп кіжініп, селкілдеп сыртқа шығып кетті. Күләйдің кенжесі Жанай Жомартты отырғызып, сұрақтың астына алды. «Ғазиз саған не істеді? Дұрыстап айт», деді. Ғазиз деген осы көшеде тұратын 15-тегі тентектеу бала болатын. Күнде бірге футбол ойнаймыз деп Жомартты үйден сұрап алып кететін. Жанай біраз қыстаған соң Жомарт шындығын айтты. Сабақта жүргенде кешкі 6-да канал қасында болыңдар деп Ғазиз Марат пен Жомарт екеуіне айтыпты. Еш арамдығы жоқ 8 жасар балалар доптарын алып ойнауға канал жаққа келгенде, Ғазиз бен қасындағы Төрехан екеуі: «Сендерге күшті нәрсе көрсетем» деп шалбарын шешіп, чупа-чупс сияқты жала деп ұятсыз нәрсе жасатыпты. «Жаламайым дегеніне қарамай, күштеп, өлтіріп тастайым екеуіңді де, каналға ағызып жіберем» деп қорқытыпты. Одан кейін: «Артқа қарап тоңқай, дәу укол салам» деп Төрехан қолын қайырып, тоңқайтып қойып, Ғазиз, Жомарт пен Марат екеуін кезек-кезек зорлапты. Ісін тындырғасын, екеуіне қарап мысқылдап: «Ертең менің баламды туасыңдар» деп қарқылдап күліпті де: «Біреуге тіс жаратын болсаңдар, сендерді өлтіріп,
мамаларыңды зорлап кетем, депті. Бұл оқиға 1 ай көлемінде қайталанғанын білген Жанай ағасы Жомартты ізіне ертіп, көрші Мараттың үйіне барып, әкесіне мән-жайды айтқанда, оларда төбеден жай түскендей болды. Марат болған жағдайды растағасын, балаларды ертіп алып, полицей шақырып, бірден Ғазиздің үйіне барды. Ғазиз ауласында отыр екен. Құлақтар, ақыр айттыңдар ма? Деп кіжініп, балаларды ұрайын деп келе жатыр еді. Жанай жұдырықпен сол жақ бетінен қойып қалды. Жерге құлап түскен Ғазизді ішінен тепті. Полицей зорға ажыратып алды. Ғазиз сонда да келеке қылып, Жомарт пен Марат менің балдарым туады скоро, деп мойындап тұр. Үйінен Ғазиздің шешесі ырысты шықты. Қаумалаған адамдарды көріп аңтарылып қалды. Жердегі ұлын көріп, Ғазиз не болды деп жетіп барып, орнынан тұрғызды. Жанай болса, апа, ұлыңыз қылмыскер, 2 баланы әлімжеттік көрсетіп зорлап келген. Үстінен арыз жазамыз, тиісті жазасын алсын, деді. Ырысты ұлына қарап, өтірік шын екенін білгісі келіп, ұлының кінәлі түрін көріп, бірден байбалам сала жөнелді. Ойбай, қара басым-ай, не масқара? Мұндайға бару мүмкін емес ұлымның. Ұшып жүрген шыбынды да өлтірмейді менің ұлым. Мүмкін емес, бұл жала, деп қарсы шықты. Сол жерде арыз жазылды, іс тергелді. Ол кезде қазіргі кездегідей экспертиза жасау деген жоқ, әлі дамымаған кез еді. Әрі кәмелетке толмаған жасөспірімге жаза қылмысының деңгейіне сәйкес тағайындалатын. Жомарттың басындағы жағдайды туған шешесі Ажар естіп, ол да келді. Істің басы қасында жүрді. Марат пен Жомартқа күнде Ғазизді ертіп шешесі келеді. Бір күні жылап еңіреп кешірім сұраса, келесі күні қоқан лоққы көрсетіп кетеді. Енді бір күні Ғазиз, мен кәмелетке толмағам, сол үшін соттай алмайсыңдар, деп кетті. Сот болатын күн келді. Сотта Марат пен шешесі сөзінен тайқып, бұл баламның ойдан шығарғаны, ондай зорлық болмаған, тек бірге ойнаған, деп басқаша сөйлеп, іс кейінге қалдырылды. Баласынан ақша қымбат болғаны сонша, ырысты берген ақшаны ала салып, арызын да Мараттың шешесі қайтып алды. Одан кейінгі сотта Жомартқа да психологиялық құйтырқы сұрақтар қойып, баланы әбден шатастырып, Жомарттың ойын өзгертіп жіберді. Яки үйде ағасы мен жеңгесінің түндегі қарым-қатынасын көріп, соны қиялмен өзіне солай жасады деп ойлапты. Үйіндегі бауырларына сексуалдық сипаттағы белгілерді жасау барысында ұсталып қалғасын ойынан шығарып алғанмыз. Әрі әкесінен ажырасқан, анасы да қараусыз қалдырған баланың фантазиясы осындай болуы әбден мүмкін. Психологпен жұмыс жасау керек. Қылмыс құрамы жоқ, әрі болған күннің өзінде айыпталушы кәмелетке толмағандықтан тек айыппұлмен құтылады деген шешіммен аяқталды. Жомарттың ата-анасы басында ұлының айтқанына сенген еді, енді кімдікі дұрыс екенін ажырата алмай қалды. Бала Жомарт осылай өзінің зорлыққа ұшырағанын түсінбестен ер жетті. Тек көшеден Ғазизді көрсе, дірілдеп үйіне кіріп кететін. Үлкен дәреті де кейде ұстамай, өз еркінсіз жіберіп қоятын болған. Ал Ғазиз түк болмағандай, көшеден алшаңдай басып өтеді. Арада 20 жыл өткенде Жомарт жас балалар хирургі, Ғазиз көше шпанасы. Өткен жағдайды бәрі ұмытқан. Ғазиздің анасының мұрнына кішкентай жара шығып, сол жара бүкіл мұрнын түгел басып кеткенін естіген Күләй, Құдай асықпай бәрін алдына келтіреді, деді. Кенжесі Жанайдан туған Назым немересі, әже, неге олай дедіңіз? Ырыстапа не істеп қойған? Деп еді. Күләй сол бұрынғы ырысты жасыруға тырысқан зорлықты үнсіз есіне алды. Арада бірнеше жыл өткен соң Ғазиз ішкілікке салынған, нашада тартады екен. Наша сақтаған үшін 5 жыл түрмеде отырып келген. Бір көше тұрғындары
Ғазиздің келіншегі ұл туды дегенді естіді. Сол түні Ғазиз жылап Күлайдың үйіне келді де жылап кешірім сұрады. Апа, Жомарт, мені кешіріңдер. Жасаған күнәм үшін Құдай мені жазалап келеді. Мен не жаза болса да бәріне дайынмын, бірақ балама тимесінші деп өкірді. Кешірімдеріңді алмайынша мына жүрегім тынышталар емес деп жер бауырлап жатып, Күлайдың аяғын құшақтап сүйді. Жомартқа еңбектей басып жетіп барып, өлтірем десең, міне басым, алам десең, міне жаным, тек кешірім бер деп тізесін құшақтады. Ішінде ауыр жүк болған түйінді шешудің сәті жеткендей Жомарт кештім деді. Артынша деп рахаттанып, енді ғана тыныстады. Осылай екі жақ кешіріммен тарасты. Кейін Жомарттың сменінде ота жасатуға айлық нәресте әкелді. Диагнозы анусы, яғни ұлы дәрет шығатын жолы бітеу боп туылған екен. Жомарт отаны сәтті жасап, пациенттің тегін қарап еді, Ғазиз ұлы деп тұр екен. Реанимациядан шығып бара жатып, коридордан өзін зорлаған Ғазизді көрді. Ол шарасыз өзінің жасаған қиянаттарына енді ғана шынайы өкініп жылап тұрды. Жомарт бұрынғыдай оны көрсе қалтырап емес, енді нық адымдап қасынан өтіп кетті.